Куфрун деген сөз, кәпір дейміз, е? Жақында Инстаграмнан көп сауалдар қойылып жатыр. Бір ұлттың адамын кәпір деуге болмайды деп. Мен соны әдейі айттым. Ол дұрыс нәрсе. Өйткені ұлттың әр түрі бар. Ұлттың ішінде әр түрлі адамдар бар. Құдайға сенбейтін адам кәпір деп атаймыз. Өзге дін өкілін де кәпір деп атаймыз. Біліп алыңыздар, өзге дін өкілін кәпір дейміз. Кейбір жағымпаз сымақтарға құлағына алтын сырға. Құрметті бауырлар, кәпір деген сөз жиіркенішті бір сондай бір балағат сөз емес ол. Ол балағат сөз емес. Бұл термин сөз. Кәпір деген сөздің мағынасы бүркенілген, жабылған, сенбейтін деген сөз. Құдайға сенбейтінді сенбейтін десеңіз айыпты боласыз ба? Ойлаңызшы, Құдайға мынау сенбейді десең, дұрыстап айт деу керек па? Енді не деп айтам мен сонда енді? Кәпір деген сөз термин сөз. Оны өзге дін өкіліне қолданамыз. Өйткені ол Құдайға сенбейді. Ол сенеді десе, ол көп Құдайға сенеді. 3, 4, 10, 15, 255 Құдайға сенеді ол. Ол деген сөз ешкімге сенбейді деген сөз. Ешкімге сенбейді деген сөз. Сол үшін бауырлар, бұл сенім дұрыс емес болғандық үшін күпірлік деп атайды. Бүркеншектік деп атайды. Алдампаздық деп атайды. Өз-өзін алдап, өз-өзінің ақиқатынан өзі көзін жұмған деп атайды. Куфрун деген сөз араб тілінен алынған. Түпкі бір мағынасы оның бүркену, жабу деген сөз. Құдай бір деген сөзді өз-өзінен жапқан адамды кәпір дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадисі бар. Мынау хадис мүмкін сіз бен бізге осы сөзді ашық айтатын шығар. Біз мұсылман деген сөз бойсынушы деген сөз. Кәпір деген сөз сенбеуші деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: әрбір мұсылман өзге үшін кәпір дейді. Әрбір кәпір өзінің дінінде мұсылман дейді. Түсінікті ма? Енді түсінген шығарсыздар. Сол үшін кейбіреулер жағымпазданып, өзге дін өкілін кәпір демейміз, оны ғайри дин деп атаймыз деп, оны бір әдемілемей ақ қойыңыз оны. Оны бір сәндемей ақ қойыңыз оны. Немесе оны әхлі кітап деп атаймыз дейді. Әхлі кітап дегеніңізге таласым бар. Кітап егелері болу үшін сол кітапқа сенген адам болу керек. Өзі қолдан жазып алған кітапты, өзі қалтасынан ойлап тауып алған дінді дін қып ұстанған адам емес. Көп адамдар өзі қалтасынан дінді ойлап тауып алады. Сөйтеді де осы дін дейді. Мысалы, кейбір бауырларымыз тіпті исламның атын жамылып жүріп, өзге діннің, өзге бір нәрсенің ұғымын кіргізеді. Бұл қате пікір. Сол үшін айтатынымыз бауырлар, біздің ислам дініндегі кәпір деген сөз, бұл термин сөз, әрбір мұсылман өзге үшін кәпір болады. Және әрбір сенуші өзі үшін мұсылман болады.